Өт бауырда өндірілетін жасыл түсті сұйықтық ас қорыту үшін керек. Ол организмнен токсин және артық холестеринді шығарады. Өттің толуы холестаз өте қауіпті кең таралған ауру. Өттің дұрыс бөлінбеуінен өт қабында тас пайда болады. Холецистез, тіпті рак аурулары пайда болуы мүмкін. Өттің ішекке жеткілікті түспеуінен созылмалы шаршау, күштің болмауы байқалады. Бұл видеода өттің толуы, симптомы және өтті дұрыс бөлінуін жақсарту үшін не істеу керектігі туралы айтамыз. Өт құрамы су және өт қышқылдары, холестерин, билирубин, металл және токсиндерден тұрады. Өт бауырда түзіліп, өт қабында сақталады. Ересек адамның бауырында тәулігіне 400-800 мл өт түзіледі. Өт қабының көлемі 60 мл. Ол бауырда 24 сағат бойы үздіксіз өндіріледі. Асқазан ішек жолына түскенде бауыр және өт қабынан 12 ел ішекке өт жолдары және ішектер арқылы түседі. Ол не үшін керек? Өт организм үшін көп функцияны атқарады. Майларды ыдыратады. Өт болмаса майлар ішекте қорытылмай сол күйінде шығады. Майда ерітетін витаминдер А, Д, Е, К сіңірілуін жақсартады. Жіңішке ішектің моторикасын жақсартады. Асқазан сөлін бейтараптайды. Ақуыздарды қорыту үшін ферменттерді активтейді. Организмнен артық холестерин, билирубин, токсин, металдарды шығарады. Патогенді бактерияларға кері әсер етеді. Өттің толу себептері: вирусты бактериалды инфекция, аутоиммунды аурулар, дәрілік заттарды қабылдау, жүктілік, ішектің қабыну аурулары, өт жолдарының дискинезиясы, өт жолдары инфекциясы, өт қабырғасындағы тас. Тез салмақ тастау өт тас ауруына алып келеді. Өттің толуы неге қауіпті? Өт қабында өт сақталады және өттің концентрациясын жақсартады. Өт қабында өт көп сақталса, холестерин, билирубин концентрациясы артады. Соның әсерінен өт қабында тұнба, яғни осадка қалып қоюы мүмкін. Бұл biliary sludge деп аталады. Бұл қалдықтар холестерин, билирубин, кальций кристалдары. Олар уақыт өте келе тасқа айналады. Содан өт тас ауруы пайда болады. Тас өт жолдарын бітеп, қатты іштегі ауырсыну, оң жақ қабырғасындағы ауырсыну пайда болады. Әйелдерде ерлерге қарағанда өттегі тас жиі кездеседі. Өт тас ауруы асқынулары, өт қабы рагы, гепатит, панкреонекроз. Өт тас ауруынан кейін холецистит дамиды. Ол перитонит, гангрена, өт қабы перфорациясы сияқты асқынуларға алып келеді. Сондықтан өттің толуы қауіпті болып есептеледі. Тарихқа жүгінсек, 34 жастағы Александр Македонский жедел холециститтің асқыну перитониттен көз жұмған. Холестаз белгілері: ол жылдар бойы симптомсыз жүруі мүмкін. Сарғаюы, зәрдің түсінің қараюы, нәжіс түсінің ағаруы, іштегі ауырсыну, әлсіздік, шаршағыштық, жүрек айну, терінің қышуы. Бұл кезде жедел түрде дәрігерге қаралған дұрыс. Өт бөлінуін жақсарту үшін не істеу керек? Дұрыс тамақтану. Рационға авокадо, майлы балық, жаңғақ қосқан дұрыс. Өт тас ауруында майлы тағамдарды көп қабылдағанда оң жақтағы ауырсыну күшейеді. Пияз, сарымсақ бауырдағы өт секрециясын күшейтеді. Зерттеулер нәтижесі бойынша пияз, сарымсақ өттегі тас түзуінің алдын алады. Күн тәртібін өзгерту: кофе, қант, алкоголь, жоғары дәрежеде өңделген тағамдардан бас тартыңыз. Олар бауырға күш түсіреді. Суды көп ішіңіз. Өттің құрамында су бар. Денеде сусыздану болған кезде өттің толу қаупі бар. Ересек адам тәулігіне 2 литр су ішу керек. Таңғы уақытта 1 стакан жылы су ішу ағзаға өте пайдалы. Су ішудің пайдалысы туралы біздің каналдан көрсеңіз болады. Тәтті және полуфабрикаттардан бас тартыңыз. Себебі оларды шектен тыс көп мөлшерде қабылдау өт тас ауруына алып келеді. Егер тәттіні күнделікті қабылдайтын болсаңыз және осы белгілер өзіңізде байқасаңыз, жедел түрде дәрігерге қаралыңыз және тәттіден бас тартыңыз. Стресс. Стресс кезінде қанға оксид азот, кортизол, адреналин бөлінеді. Оксид азот, кортизол организмнен өт арқылы шығады. Стресс бұл гормондардың жиналуына алып келеді. Стресстен құтылғанда өттің шығуы жақсарады. Содан токсиндер ағзадан шығып гормондар деңгейі реттеледі.
Диафрагмальды тыныс алу. Ішпен терең дем алу организм үшін өте пайдалы болып саналады. Ішпен терең дем алғанда диафрагма бауыр мен өт қабына әсер етіп, өт шығуын жақсартады. Егер жоғарыдағы белгілер сізді мазаласа, гастроэнтеролог дәрігеріне қаралыңыз. Бауыр ферменттеріне ультрадыбыстық зерттеу әдісіне зерттеулер тағайындалынады.